Сәлем достар. Бүгінгі айтпақшы болған сабақ әдетте керекті құжаттарымызды, яғни суреттеріміз болсын, видеоларымыз болсын, ұялы телефондағы керекті барлық ақпараттарымыз, сосын Word, Excel'де жасаған құжаттарымыз барлығын біз компьютерімізге сақтап отырамыз. Яғни компьютерден оны флешкеге, сосын базаны DVD дискіға солай көшіріп, солай сақтаймыз ұзақ уақытқа, 1 жыл, 2 жыл. Ал десе де флешка болсын, DVD дискі болсын, оның өмір сүру ұзақтығы, яғни істетілімі 5 жылдан 10 жыл аралығында. Бұл күтіп ұсталған жағдайда. Ал аралығында мысалы оған кепілдік жоқ. Өйткені суға түсіп кетуі мүмкін, жоғалып кетуі мүмкін. Жоғалып кетсе, суға түсіп кетсе, ішіндегі бүткіл ақпараттар жойылады. Демек, біз жаңағы керекті құжаттарымызды, суреттерімізді, видеоларымызды 5 жылдан 10 жыл, одан да көп уақытқа қалай сақтаймыз? Бұның ең оңай жолы және өте сенімді, ерекше бір әдісі, ол қарапайым ғана бір жол, интернеттік, яғни ғаламторлық дискіде сақтау. Соның ең сенімдісі Google диск. Әдетте Google'ден біз аккаунт ашып аламыз, сол аккаунт арқылы кіріп, бұл ұялы телефонда болсын, компьютерда болсын, Chrome арқылы кірген кезде барлығында болады. Қазір Google'ге кіріп тұрмын, осы жерде Google диск, яғни Drive, осыған кіреміз. Міне, қазір ашылып тұр. Бұл жерде менде қазір сақталған құжаттар жоқ. Ең бірінші бұл жерден жеке папка ашып алуымызға болады. Уақытын белгілеп, мысалға 2020 4 айдың 26 деп мен папкамды ашып алдым, құжатымды. Енді осының ішіне керекті құжаттарымды сақтап отыруыма болады. Мысалға, мына тек мынаны, сосын мынаны екеуін сақтап алайын. Міне, қазір сақтап алдым. Бұл енді ұзақ уақытқа тұра береді. Жалпы Google дисктің бізге беретіні 15 гигабайт. 15 гигабайт дегеніміз енді үлкен бір сенімділік. Ұзақ уақытқа істетуге болады. Ал 15 гигабайттан асып кеткен жағдайда біз сатып алуымызға тура келеді. 20 гигабайт, 30 гигабайтқа. 15 гигабайттық флешка, мысалы, ол көп құжаттар сияқты. Бұл жерде екіншісінде бұны басқа, мысалы, бұны настройка ішінен ашатын болсақ, өзіміздің басқа да адамдарға бөлісуге болады жаңағы жүктелген құжатты. Ал басқалармен бөліскіңіз келмегенде, бұл жабық тұрады. Бұны істетпей қойсаңыз да болады. Бұл жерде сіздің жеке ақпараттарыңыз, фотоларыңыз, суреттеріңіз барлығы осының ішіне сақталған болса, бұны ұзақ уақытқа сақтауға болады. Google компания ең сенімді және ол ешқашан жойылмайды. Ал керек емес болса, бұны жойып тастауыңызға болады. Жойылса, және де осы себеттің ішінде, яғни корзинаның ішінде бұл сақталып тұрады. Корзинаның ішінен өшіргеннен кейін бұл мәңгілікке жойылады. Ал әдетте мынаның ішінен жойылған құжат осы корзинаның ішінде тұрады. Бұдан жойылса, ол ұзақ уақытқа біржолата бірақ жойылады. Өте қолайлы, өте сенімді. Сондықтан көптеген қарапайым адамдар көбісі түсінбейді. Жаңағы телефонындағы, болмаса компьютерындағы құжаттарды қалай сақтайды, флешкеге сақтап жатады, болмаса жаңағы DVD дискіға сақтап жатады. Бірақ олар өмір сүру, олардың шыдамдылық мерзімі күтіп ұстаған жағдайда 5 жылға дейін, болмаса 8 жыл, 10 жылға дейін жақсы сақталған жағдайда. Ал жақсы сақталмаса, болмаса вирус кіріп кетсе, онда ол құжаттарыңыз бәрі жойылады. Ол флешка жоғалса, суға түссе деген сияқты. Ал сондықтан менің ең
тиімді жолы айтпақшым осы интернеттік ғаламторлық дискі, соның ішіндегі осы Google дискі ең сенімдісі. Осыған сақтайтын болсаңыздар, бұл 5 жылдан кейін де 10 жылдан кейін де осы Google дискіде құжаттарыңызды істете бересіздер. Жақсы достар, сіздер түсінді деп ойлаймын. Каналға жазылыңыздар.